Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен зейнетақы бойынша консультация беремін. Және осы видеода мен еңбек өтілін жоятын 5 қателік жайлы айтып кетейін. Бірінші қателік еңбек кітапшасындағы сіздің аты жөніңіздің қате жазылуы. Яғни бір әріптен де қате кеткен жағдайда сіз архивтен анықтама алдыртып, сол құжатыңызды сіздікі екендігін дәлелдеуіңіз қажет. Енді ол үшін сіз егов KZ-тан анықтама аласыз зейнетақы аударымдары туралы. Бұл құжатта сіз туралы бүкіл мағлұмат дұрыс жазылған. Сол бойынша сіз салыстырасыз. Мына жерге қарап кетсеңіз, Мейрамкүл деп жазылып тұр. Зейнетақы аударымдары туралы анықтамада, ал еңбек кітапшасында Мейрамкүл, яғни мягкий знакпен жазылған. Енді жеке бұл кісіні мен танимын, бұл кісі әлі жұмыс істейді, сол себепті ол отделка